Армысыз қаза келе, менің атым Абзал Жаңабай. Қош келдіңіз менің жеке YouTube каналыма. Өзімді қысқаша таныстыра кетейін. Тараздың тумасы, қазіргі уақытта Нью-Йорк қаласында өмір сүріп жатырмын. Каналды ашу себебім негізінде сіздерге ең бірінші хай-тек жағынан, автокөлік жағынан бірінші болып ақпараттарды жеткізіп отыру деген мақсатпен ашып отырмын. Ал бүгінгі тақырыбымыз біздің жаңадан шыққан iPhone 12 болып отыр. Жаңадан шыққан iPhone 12-ның 5 түрі бар екен. Ол ақ, қызыл, көк, жасыл және қара. Ал бүгін сіздермен бірге ашатыным бұл қара iPhone 12 128 гигабайт памяттері бар жадысы бар екен. Бұлай салыстыратын болсақ, бұрынғы iPhone-ға қарағанда, осының алдындағы iPhone 11 дейді, менде енді мына жақта iPhone XS-тіңкі, енді 11 мен XS-тің негізінде қорапшасы бірдей. Міне қараңыз. Мына жаққа сіз екінші iPhone-ды қойсаңыз да болады. Көлемі 12-нің iPhone-ның қорапшасы бір iPhone X-тің қорапшасымен бірдей болып тұр. Сонда бұлардың мақсаты экологиялық таза деген ұғымды ұстанып отыр. Сонда бұлардың ішінде құлақшашы жоқ және розеткаға тығатын адаптер жоқ. Ал кеттік, ашайық. Ал менің қолымда қара iPhone 12. Мінекейіңіз. Дизайн деген қандай керемет, глянцевый, ешқандай матовый емес. Егер саусағыңыз ұстасаңыз, саусағыңыздың іздері қалып қалады. Бұрынғы iPhone-дарда байқасаңыздар, алды арты пленка болып еді ғой. Ал мына 12-де ешқандай пленка жоқ. Пленканың орнында қағаз. Қағаз дегенің ол экологиялық таза деген ұғымды білдіріп отыр. Ал кеттік, аштық. Дизайнын қараңыз. Дизайн маған өте қатты ұнады. Өйткені ең бірінші менің смартфоным ол iPhone 5 болған екен. Оны 4 жыл қолдандым. Оның дизайны маған өте қатты ұнайтын. Сол дизайн қайталанып келіп отыр. Енді ішкі қорапшаның ішінде не бар екенін көрейік қазір. Мінекейіңіз. Мына ішін ашып көрейік. Бұның ішінде мынандай кішігірім қағаздары бар. Естеріңізде ме? Бұрынғы iPhone-да толық бетін жауып тұратын кітапшасы болады. Қазіргіде үнемдеп отыр. Экологиялық таза деген ұғымды ұстанып отыр ау деймін менің ойымша. Бұрынғы iPhone-дарда екі алманың наклейкасы болушы еді. Мынада жалғыз біреу ақ. Сатамыз ба, не істейміз оны? Ал қосымша iPhone-ның SIM картасын салып ашатын құрылғы бар екен. Бұл өте жақсы. Ал енді USB кабельге жүгінетін болсақ, бізге қосымша басқа адаптер алу керек. Бұрынғы адаптер болмайды. Басын көрдіңіз ба қандай екен? Универсалды деген ұғымға келіп отыр бұлар. Қосымша адаптердің бағасы алағайына кабельдің өзі негізінде $19 болады. Қосымша басындағы адаптердің адаптер. Қазір көрсетейін сіздерге. Мынау осы алдыңғы күнделікті қолданып жатқан телефонның адаптері барлығында универсальный. Енді мынаның басы мынаға келмейді. Енді мынаған арнап басқа адаптер алуым керекпін. Ол дегеніңіз қосымша табыс Apple компаниясына. Мінекейіңіз. Бұның өзі $19 тұрады. Мынаның өзі $19 тұрады. Енді мен сіздерге корпус жағынан айырмашылығын айтайын. Маған мына жаңа iPhone-ның корпусы әлдеқайда ұнайды. Бұрынғы iPhone-ға қарағанда. Мынау кішкене Samsung-ға ұқсаушы еді. Ал мынау әлдеқайда әдемі. Енді маған біріншіден бұның ұнағаны корпус жағынан қараңыз. Үлкенірек. Жай ғана 12 мини емес бұл. 12 ғана үлкенірек. Дисплейі дәуірік болу дисплей. Одан кейін қадайының қырлары 4 бұрыш iPhone 5-ке, бұрынғы iPhone 5-ке қатты ұқсаған. Және қосымша артында мына жақта да екі фотоаппарат бар, бірақ мына жақтың фотоаппараты әлдеқайда күшті. Бұрынғы 11-ге қарағанда. Мына телефонның бағасы негізінде
$799 басталады. $800 деңізші қосымша. Ол әр штатқа байланысты. Егер сіз Нью-Йоркта алатын болсаңыз, сіз осы бағаға үстіне қосып, сіз налогын төлейсіз, салығын төлейсіз. 8,188 қосымша осы соманың үстіне пайызын төлейсіз. Ал әр штаттың өзінің жеке заңы бар. Ал айталық Delaware, Texas деген штаттарда негізінде салық жоқ. Сіз қанша ақша аласыз, сонша ақша төлейсіз. Сіз 800-ге алсаңыз, болды қосымша, үстіне ешқандай сатып алу салығы төленбейді. Бұрынғы iPhone мен қазіргі iPhone-ның, жаңадан шыққан iPhone-ның айырмашылығы тағы да ол артында тұрған алманың суреті егер 12-де ортасында болса, ал бұрынғы iPhone-да жоғарғы жақта орналасқан. Мына заттарды алып тастайық. Делік. Мен негізінде мына iPhone-ды 128 гигабайт iPhone-ды $819.99 сатып алдым. 820 деп айталық. Сондай сомаға сатып алдым. Менде өзінде қосымша гарантиясы бар. Ол шексіз. Ұрланса, жоғалтсам, мен гарантия бойынша, кепілдік бойынша қайтып орналастыра аламын. Болашақта күтіңіздер, әлі iPhone 12 Pro Max жайлы сіздерге видео түсіремін. Егер мына енді iPhone жайлы айтып кететін болсақ, көбінесе адамдар несіне қызығады? Дизайнына. Енді iPhone, енді бұл жақта негізінде көшеде жатқан бомж дейді ғой. Олардың өзінде iPhone бар. Ол жақта iPhone не емес, понт емес. Біздің Қазақстанда негізінде мынандай қалжыңдар жүретін несі көрген мен. Енді беш пакет жесем де iPhone ұстаймын дейді ғой студенттер. Сол сияқты бізде енді Қазақстанда iPhone ұстаса ол статусты көрсетті. Ақшам бар деген сияқты. Жалпы менің ойым, егер сіз Қазақстанда тұрып жатсыз, сізге әлі 5G керек емес. Өйткені біздің Қазақстанда 5G жоқ. Оған жетер-жетпес әлі бір талай. Қанша дегенмен сіз алғанымен де, бұл жақта сізде 5G болмайды. Сондықтан сіз бұның сапасы, камерасы жақсы түсіреді. Стабилизаторы бар. Видео түсірген кезде стабилизаторы жақсы. Мына iPhone-да негізінде 11%-ға кішкене шығарек дейді ғой, салыстырып көрейінші ғана. Көз өршімен қараған кезде білінбейді екен ағайын. Мүлдем білінбейді. Бұл телефонның дисплейі 4 есе мықты мына телефонға қарағанда. Өйткені мына телефон құласа сынуы тезірек. Менде сондықтан қосымша протектор бар. Бетінде. Уже сырылғаны бар. Жерге бір-екі түскен бұл. Бірнеше рет деп айтайын, өтірік айтпай қояйын. Ал мына телефонға қарағанда 4 есе мықты дейді. Тастап көрейін ба? Қолмен ұстап алдым ағайын. Корпусы алюминийдан және ең бастысы бұл процессор. Процессор деген ол ми. Ол жұмыс істеу қабілетін әлде қайда тездетеді. Мына телефонның процессоры, егер қарасаңыз, жер жүзінде қаншама телефон бар, барлық телефонның процессорына қарағанда әлде қайда тезірек. Мысалға, Lada седанды алыңызда, қасына Lamborghini'ді қойыңыз, Aventador. Қайсысы жылдамырақ? Әрине, Aventador, Lamborghini. Вот мынау Lamborghini Aventador. Қосымша айта кетейін, егер сіз мен жайлы толығырақ ақпарат білсеңіз, Америка жайлы мен көбінесе күнделікті өзімнің Instagram парақшамда Абзал Избеков жазылып қойыңыз. Америка жайлы мен күнделікті өмір, лайфстайл, жаңалықтар, посттар жазам. Көбінесе біздің халыққа ұнайтын, көбісі сұрайды. Сторис түсіріңізші дейді, қалан түсіріңіз дейді, соны түсіріп отырамын. Менің басқа да екінші өзімнің YouTube каналым бар. Ол жақта мен орысша жүргіземін. Ол жақта мен осы Америка құрама штатында өмір сүріп жатқан жалпы иммигранттар жайлы, олардың ашқан бизнес жайлы, Қазақстаннан, Ресейден, Украина, ТМД елдерінен келген иммигрант жайлы мен видеолар түсіріп, көрсетіп, бір халыққа шын ақпаратты жеткізіп отырмын. Осы видеоның астында толық ақпарат болады. Осы батырма арқылы сіз менің екінші
орыс тілді YouTube каналыма өте аласыз. Өтіңіз жазылыңыз, ұмытып кетпеңіз.